Su ішу әдептеріне келдік. Ыдысты оң қолына алып, бисмилля деп ішу, оң қолмен. Сіміріп емес, аспай отырып ішу әдеп. Яғни бірденнен сарт еткізіп, сіміріп емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түйе құсап су ішпеңдер деген. Тұрып алып былай. Ақырын сіміріп. Ең бірінші үш неден баста. Үш. Бір жұтым. Одан кейін екінші, үшінші жұтым. Бұл да денсаулықтың дұрыс болуына осы пайдалы. Алла елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям суды еме отырып, жай ішіңдер деген. Ақырын сызаттап. Сызаттап деген бар, ауылдықтар біледі. Енді суға қараған кезде сызаттап жібересің. Мына егін екен, егіннің өзіне де лақ еткіз суды жіберсең, егін қырылады да өледі де қалады. Сызаттап. Ол мынандай күленкіні салып, соң кішкентай ғана жүргізіп қоясың, ақырын су кетеді. Ол су барып нағанда, неде ақырын сіңеді жерге. Не қылады? Егінді ақырын ішуді жақсы көреді. Сол егін жақсы не болады. Көрдіңіз ба? Сол үшін, ал енді адам баласын әрине. Адам баласы тірі организм, ол кәдімгі маңызды не. Сол үшін ол да сызаттап ішкенді денеміз жақсы көреді екен. Пайдалы. Суды еме отырып, жай ішіңдер, сіміріп салмаңдар дейді бірден. Лақ еткізіп. Қылт еткізіп, көтерме дейді. Себебі өкпе ауру сіміріп ішкеннен пайда болады деген. Мәселе қайда жатыр. Дайлами. Мұстанадул Фирдауста келеді екен. Хадис кітаптары ғой. Өкпе ауру бірденнен содан пайда болады дейді. Тік тұрып та, жатып та ішпеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Тұрып ішуге тыйым салған. Мүслімде келеді екен. Пайғамбарымыздың тұрып су ішкен риуаят етілсе де, бұл белгілі бір үзірге байланысты болуы мүмкін. Енді бір соғыс уақыттарында ел апа-топай, жаңа дода сияқты қан майдан болып жатыр. Әрине ол жерде отырып, сіміріп ішуге. Неғат сол кездерде тұрып ішкен кезеңдері болған бол. Үзір деген белгілі бір үлкен себептерге байланысты. Біз енді асықпасақ, отырып, суда асықпай, үзіп ішуге көңіл бөлу керек. Солай әдептену керек. Солай тәрбиелену керек. Әдетке айналдыру керек бұл нәрселер. Бірінші кезде енді әрқашан есіңе алып, бір қиын сияқты болуы мүмкін, кейін бұл не қылады? Адам автоматты түрге енеді. Тамақтану бүкіл әдептерін іске асыратын болсақ, алғашқыда бұл қиындау болуы мүмкін. Біраз уақыттан кейін бірақ бұл не қылады? Әдет қалына айналады. Ешқандай бұл бір не жоқ сияқты оны. Ойыңа далмайсың, бірақ сен жаңа отырып ішіп жатсың. Отырып ішем деп ойламайсың да, бірақ отырып ішіп жатқан өзің байқамай қаласың. Сондай әдет халіне келтіру керек та, әдептерді. Ыдыстан үстіне су тамбауына көңіл бөлу. Ана су ішкен кезде де бет алды мына киімге, көйлекке, үстіңдегі киімге тамыза бермеу керек. Су ішерден бұрын ыдыстың ішіне қарау. Ішіне бірдеңе түсті ма? Жәндік түсті ма? Бірдеңе не бар? Қарау керек. Бірдеңе түсіп ішінде бөлініп кеткен шығар жаңа. Түрі өзгерген шығар. Білмейміз ғой. Ол нәрсе түскен шығар. Бұл да маңызды нәрселер. Ыдысқа кекірмеу және демін үрлемеу. Ыдысқа кекіру әдепсіздік. Және демін үрлемеу. Айттық қой, тамаққа да, суға да не аламыз? Демді үрлемейміз. Шайға да сол. Ыстық болған кезде үрлейді біреу. О үрлегеннен суып кете қоймайды ғой, керемет. Ыдысты қолына алып, әлхамдулилля деп, бисмиллямен қайта ішеді. Қолына алып, бисмиллямен қайта ішеміз. Әлхамдулилля. Бисмилля ішеміз, әлхамдулилля. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям су ішкеннен кейін не деген? Өзінің рахыммен бұл суды тұщы және тұнық қылған күнәларымыз себепті тұзды әрі ащы етпеген. Аллаға шүкірлер болсын деген екен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Табараниде келеді. Қандай маңызды? Қанша күнә істесек те, суды тұщы еткен дейді. Ащы етпеген дейді. Соң Аллаға шүкіршілік етеміз дейді. Және бұл суды өз рахыммен тұнық қылған. Су деген өзі үлкен ризық несібе ғой. Имам Ғазали басқа нелерінде келеді, тафаққур деген бабы бар. Тафаққур Алланың. Бір жұтым судың өзі таза болу үшін, ол бізге қоректі болу үшін, тұнық болу үшін қаншама нәрсе қызмет етеді. Керемет. Сұмдығы.
Су тұнық бол үшін күн қызмет етеді деген. Су тұнық бол үшін түн қызмет етеді. Көк, мынау табиғат бар ғой, сол қызмет етеді деген. Су тұнық бол үшін, таза бол үшін. Оның құрамы бұзылмау үшін. Маусымдар 4 мезгіл келетін. 4 мезгіл маусым болмаса да су құрамы бұзылады. Су тұнық бол үшін мына бүкіл Алланың жаратқан әлемдегі планеталардың бәрі қызмет етеді дейді. Олар өткен өз жүйесін бұзылатын болса, біздің жердегі су құрамы бұзылады дейді. Су құрамы бұзылатын болса, сусыздықтан адам өледі. 5 күнде дейін шыдайды. Мықтымын деген адам сусыздыққа. 5 күннен кейін шыдамайды. Ашаршылыққа 40 күнге шыдайды. 3 минутқа шыдайды. Орта есеппен адам. Ауасыздыққа. Бұның бәрі үлкен ризық несібе. Ауа қызмет етеді. Қаншама миллиардтаған жұлдыздар судың тұнық болу үшін, оның құрамын бұзылмау үшін қызмет етеді деген. Ал бізге су деген бір оңай нәрсе сияқты. Ол емес. Су негізгі тіршіліктің көзі. Бүкіл нәрсе су. Көкөніс, мал, жануар, адам, табиғат барлығы судың арқасында ғой. А суға соның бәрі қызмет етіп тұр. Мәселе қайда? Лақ еткізіп оны іше бересің. Бұл керемет. Неге келіп жатқан дүние сияқты олай емес. Жалпы әлемде 3% су бар. Тұщы су білесіздер ме? 97% ащы су. Теңіздің, мұхиттың суы. 3%. Әлемде 7 миллиардқа жуық адам бар. Тұщы су аз негізі. Әлемде 750 миллионға жуық адам қарапайым осы тұщы суға мұқтаж. 750 миллион. Түсінесіз бе? Өте көп адам. Африка елдеріне 200 километр аумағында су жоқ. Құдық табылмайды. Сондай жерлер бар. Елдер тек қана су табу үшін кезіп, тозып жүре береді. Жоқ. Осындай мәселелер бар. Сосын бұған шүкіршілік етпей кімге? Көп шүкіршілік етіміз керек, судың өзі. Сон пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұғасын қараң. Өзіңнің рахыммен бұл суды не қылдың дейді, тұщы, тұнық қылған. Күнәларымыз себепті оны тұзды әрі ащы етпеген Аллаға шүкірлер болсын деп ішуіміз керек екен. Ыдыс және басқа да көпшілікке ұсынылатын нәрселер оң жақтан бастап беріледі. Оң жақтан. Оң қолмен алу да осы біздің салт дәстүріміздегі бар, пайғамбарымыздың осы сүннеттер. Шүкір етпеген бала, бисмиллахын айтпаған бала, не деп ертең қалай болады, иманды азамат болады ол? Бисмилла деп су ішпесе, тамақ ішпесе, ал ішкен асқа байланысты дедік адамның, бүкіл денсаулығы, оның рухани тұрғыдан несі, иманды болу, барлығы бір-біріне байланысты. Взаимосвязано деді ғой орыстар. Бірінен, сосын бірден бастап ана не дейді, адам керемет тақуа әулие болып кетпейді, ол өтірік нәрсе. Не қылады? Бұның бәр тамшыдан әсте-әсте болатын нәрселер. Осы әдеп кішкентай кезден қалыптасады. Адамның имандылығы бойында, тәрбиеден, тәрбие тал бесіктен деген. Баланы жастан дейді сол үшін халқымыз, баланы жастан. Бала жас кезінде, шыбық кезінде майыстыруға болады ағашты. Қатайған соң оны майыстыра алмайсың, ол сынып кетеді. Бала да сол. Ол бала есейіп кеткен соң барып, осын тәрбиелегіміз келеді. Жоқ. Жас кезінде қызметте боласың, үйтесің, жүресің. Қарасаң, бала өсіп кеткен тәрбиесіз. Оны тәрбиелеуге тырысасың, ол кеш. Ол кішкентай кезінен бастаймыз. Бисмилла балам айт, әлхамдулилlah, үлкенге құрмет көрсет, кішіге ізет көрсет деген сияқты нәрселер, Тамақтану, дастархан басында, қонақ күту, жатқан бәрі мәдениет. Өзін тәрбиелеуің керек. Ол үшін ағламыз баланы кішкентай кезінен көңіл бөлеміз. Жеген, тұрған, әрекетіне, әңгімесіне, несіне. Бұның барлығы өте маңызды нәрселер. Екінші ішкеннен кейін әлхамдулиллахи роббил аламин дейді. Екінші рет іштік. Үшінші ішкеннен кейін әлхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахман рахим деп айтуда әдеп екен.